Білесіз ба? Адамдар, сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан үйренгені сонша сол кісінің мектебінде. Бір істі алса әдетті, күші жетпесе істемейді екен. Оны есептейді. Ойымен келеді екен, оны ақылмен келеді екен. Соны егер өзіне күшім жетеді деп істі бастаса, оны не болса да тастамайды екен. Яғни бастамайды, бірақ бастады ма, одан қайтпайды. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан түнгі намазды бөліп оқитын адамдар туралы естіген бірнеше жанұя, сахабалардың жанұялары өзінің үйіндегі түнгі намазын бөледі екен. Бірінші бөлігін көп күнімен күйбелең қылып жүрген қарт анасы бөледі екен. Қария кісі ғой енді ол. Құптан намазынан кейін ол ұйықтай салмайды, бірден күтіп кішкентай отырып барып, біраз отырып құлшылық ғибадат қылып барып ұйықтайды. Одан кейін ұйқыға мықты шыдамды адам түннің ортасында тұрады екен. Ол баласы екен. Жас қой өйткені. Оның ұйқысы бөліне береді. Ешнәрсе қылмайды, қайттан көзін жұмса ұйықтай салады. Дәл ортасында баласы тұрады екен. Одан кейін одан жасы үлкенде күнімен жұмыс істеп шаршап жүрген ағасы тұрады екен. Сол кісі құптан оқиды, ұйықтап қалады да, нан тапқыш ағасы, ол ұйықтайды. Сосын таңға жақын келген кезінде ана кісі оятады. Сенің кезегің дегендей сөйтіп. Інісі ұйықтайды, содан кейін ағасы тұрып намаз оқып, сосын жұрттың бәрін таң намазына оятады екен. Осылайша түндерінің барлығы үйінде құлшылық ғибадат үзілмейді. Ана жай намаз босамайды. Қандай керемет жанұя, иә? Жай намаз босамайды. Кезекпен соның үстінде жұрт намаз оқиды. Бірақ Алланың үкімі ғой. Анасы өтеді дүниеден. Содан екі жігіт, біз әдетіміз үзілмесін деп түнді екіге бөлетін болады. Жартысы біреуінікі, жартысы біреуінікі. Сөйтіп жүргенде ағасы дүниеден өтеді. Соны мен анамның бөлігі деп, әргі жігіт анасы үшін оқиды екен, өзімнің бөлігім деп түннің ортасын отырады екен, ағамның бөлігі еді деп қалған түннің қалғанын отырады екен да, өлгенше осылай намаз оқып кеткен екен, түнгі намаз. Адамдар жәннатқа осылай лайықты амалдар жасады. Адамдар құлшылық ғибадатқа осыншалықты ықылас қойды. Жай намаздың ғашықтары еді ол кісілер. Пайғамбарымыздың мектебі осы еді.